Полистің бағасы өтелетін тәуекелдер тізбесіне тікелей байланысты. Сақтандыру бағдарламаларына тәуекелдердің шектеулі жиынтығы кіруі мүмкін, немесе кеңейтілген тізбе. Соның ішінде табиғи апаттар, үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері және өздігінен өрттің шығуы кіруі мүмкін. Өтеу көлемінің ұлғаю полистің қымбаттауына әкеледі. Сондай-ақ полистің құнына эвакуатордың қызметтері немесе уәкілетті органдардың анықтамасын ұсынбай сақтандыру төлемін алу мүмкіндігі сияқты қосымша опциялар әсер етеді. Негізгі өлшемдер автомобильдің маркасы, моделі және шығарылған жылы болып табылады. Жөндеуі қымбат немесе ұрлауға бейім модельдерге автосақтандыру тарифі жоғарылайды. Атап айтқанда, гибридті автомобильдер мен электрокарларды сақтандыру құны 10-35%-ға жоғары болуы мүмкін. Бұл олардың бөлшектерінің, әсіресе аккумуляторлық батареялардың құнының жоғары болуына байланысты. Полистің құнына сақтанушының жасы мен жүргізуші өтілі де әсер етеді. Себебі бұл көрсеткіштер сақтандыру жағдайының ықтималдығын бағалау үшін қолданылады. Тәжірибесі аз жүргізушілер үшін тарифтер әдетте жоғары болады. Сол сияқты мысалы такси ретінде көлік құралын коммерциялық мақсатта пайдалану тәуекелдердің жоғарылауына байланысты полистің құнын арттырады. Сақтандыру қорғауының сапасын жоғалтпай, каско полисін қолдану кезінде әртүрлі тәсілдермен үнемдеуге болады. Ең тиімді нұсқалардың бірі франшизасы бар полисті рәсімдеу. Бұл сақтандыру жағдайы басталған кезде шығындардың бір бөлігін өзіңіз төлейтініңізді, бірақ бұл полистің өзіндік құнын төмендейтінін білдіреді. Сонымен қатар көлік жүргізуге рұқсат етілген жүргізушілердің саны да айтарлықтай әсер етеді. Бір немесе екі нақты жүргізушіге арналған полис шектеусіз тұлғалармен сақтандыруға қарағанда арзанырақ болады. Себебі бұл жағдайда сақтандыру компаниясының тәуекелдері төмен болады. Шығыстарды азайтудың тағы бір жолы ішінара каско таңдау. Ол барлық тәуекелдерді қамтымайды. Мысалы, көліктің ұрлануы немесе көліктің жалпы бұзылуы сияқты тек ең маңыздыларды қамтиды. Бұл нұсқа кішігірім зақымдарды өз бетінше жоюға дайын, бірақ елеулі қаржылық шығындардан қорғанғысы келетіндерге жарамды. Осылайша каско полисінің құны көптеген факторларды ескере отырып қалыптасады. Жүргізуші тәжірибесінен бастап көліктің түнгі тұрағына дейін. Маңызды, каско шартына қол қоймас бұрын барлық талаптарды, шектеулерді және құқықтарды түсіну үшін оны мұқият зерделеу қажет.